анамыз. Қандай қасиет үшін құрметтейсіз? Бүгінгі сабақта өткеніміз ол мәтінмен жұмыс. Жалпы біз осыған дейінгі ұстаздық жолымызда мысалға балаларды мәтінмен жұмысқа дайындамайтындығымыз осы жерде мен сол мәтінге кіріспе ретінде суреттер қолдануға болатынын осы жағы маған қатты ұнады. Мәтінмен жұмыс жасадық, маған ұнады. Анда эмоциялардың графигі қатты ұнады. Әлі де жұмыс жасау керек. Маған басым ұнады, психологиялық ахуал. Соған бір таңғалып қалдым. И жаңағы бізде көбінесе әдебиет пен тіл байланысты ғой. Сонда көбінесе екі жақты, екі пәнде де бізде мәтін ғой. Сол мәтіннің біз басын бермейді екенбіз. Дейінгі дейді ғой. Сол маған өте жақсы болды. Бірақ та біз осыны Жанар апай сияқты жеткізе алмаймыз. Не жақсы болып, нені жақсарту керек, қалай жақсарту керек. Ұнағаны мынау мәтінмен жұмыс барысы ұнады. Көбінесе біз сабақта шынында да мәтін алды жұмысты жүргізбей жатамыз кейде. Суреттер арқылы, ашу арқылы жұмыстарды қолданса болады екен. Және де эмоциялар графигі ұнады. Эмоциямызды басқара алу керекпіз. Маған да барлық мына сіздің анау бастаған жаңағы үш адамды кімді сол өте ұнады. Өзім таңғалып отырмын, расымен де жазғандарына қарап. Құрметті әріптестер, сіздерді Мінсіз мұғалім клубына шақырамыз!